Сәлем, құрметті жас дос. Мен бүгінгі өзімнің видеомда сендерге сөз әдебі туралы айтқым келеді. Сөз әдебі адамдар арасындағы тілдік қатынастың ұлттық сипаты бар ережесі мен этикеті. Сөз әдебі амандасу, қоштасу, құрмет көрсету, ризашылық білдіру, өтіну, сұхбаттасу сияқты сөз орамдарынан көрініс табады. Мәселен, сөз әдебі ең алдымен амандасудан басталады. Жасы үлкен адамға ассалаумағалейкум, күнде көріп жүргенде амансыз ба, сәлеметсіз бе, ал көпшілік қоғамға армысыздар деп айтылады. Ал алыс жолдан келгенде ат көлік аман ба, аман есен келдің бе деп айту керек. Қайсыз ба, біздің қазақ қоғамында ата-әжелерімізбен амандасып болғаннан кейін олар бізге өркенің өссін, таудай бол, бақытты бол деп айтады. Бұл да сөз әдебінің бір түрі. Сондай-ақ қоғамдық орында сөз әдебін ұстау маңызды. Өйткені ол біздің тұлғалық болмысымыздың қандай екендігін көрсетеді. Мәселен, біреудің затын байқамай алып кеткенде немесе автобуста, көшеде жүргенде біреуді қағып кетсеңіз, ғафу етіңіз, кешіріңіз деп айту сөйлеу этикетіне жатады. Сізге көмектескен кезде рахмет, алғысым шексіз деп айтуды ұмытпаңыз. Бұл сіздің жаныңыздағы адамның сенімін ұлғайтады. Менің сендерге кеңесім, жиын тойларда, отырыстарда жақсы сөздер мен жылы тілектерді айтып жүрейік. Сонда ғана айналамызға жақсы адамдар кетпейтін болады. Түсінген сөз әдебім осындай, ал сенің ойыңша сөз әдебі қандай болу керек? Комментарийге жазып кетуді ұмытпа. Сендермен бірге болған 10-шы А сынып оқушысы Лұқпанова Ақмарал. Келесі кездескенше.